Егер мысалы үлкен дәретке шыға алмай тұрса, міне қараңыз достар, үлкен дәретке дұрыс шыға алмай тұрса, омыраудың ұшын толық алу керек бала. Омыраудың ұшында. Яғни бетін емес, бетін бүйтіп сипай алмайсыз. Жел шығарудың тағы бір әдісі бар. Кәдімгі осындай простиня бар ғой, осындай кәдімгі простиня. Біреулерде кәдімгі тырысып тұрады, тырысып, мазасызданып, ұйықтай алмай. Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі үйренетін тақырыптарыңыз баланың ішінде колика болса, жел қарысып тұрса, оны қалай кетіреміз? Және де іші қатып қалады ғой баланың, үлкен дәретке дұрыс шыға алмайды. Оған қалай көмектесеміз, қалай ішін жібітеміз? Сол туралы асықпай тереңдетіп, айтып және көрсетіп өтейін. Алдындары көрсеткенмін 1 минут, 2 минуттық видеоларда. Бұл жолы асықпай көрсетейін дедім да. Хорошо? Жақсылап жайғасып алыңыз, видеоны айналдырмай соңына дейін қараңыз, а то түсінбей қаласыз. Давайте бастаймыз. Ең алдымен давай лайк басып кетейікші видеоға. Мен айтудан жалықпаймын. Сіздер лайк басудан жалықпаңыздар, хорошо? Ендеше видеомызды бастаймыз. Так, достар, біріншіден баланың ішіне жел қарысу туралы айтайын, достар. Қалыпты жағдайда 3-4 айға дейін, основной 3 айға дейін де ол қалыпты жағдайда баланың іші ауырады солай. Ішінде жел қарысады, колика болады. Ол қалыпты жағдай, достар, да. Біреулерде кәдімгі тырысып тұрады, тырысып, мазасызданып, ұйықтай алмай, мазасызданып жылайды. Осыдан да тырысып тұрады. Бұндай жағдайда сіз өзіңіз көмектессеңіз болады. Ішінің босадуына да, ішінің желін шығаруына көмектессеңіз болады. Қазір көрсетемін. Біріншіден медицина көмегіне жүгінеміз, яғни бувотик, немесе испумизан, укропный вода деген бар, білесіз ба? Сондай бересіз соның біреуін. Біреулерге бувотик көмектеседі, біреулерге испумизан, біреулерге укропный вода жақсы көмектеседі. Енді әркімге әрқалай. Ішуі де жақсы. Соны өзі айына қарай тамшылатып бересіз. Потом осылай май жағамыз ішіне, достар, сағат тілімен ішін уқалайсыз. Міне, қараңыз. Көрдіңіз ғой, кішкене бетін емес, бетін бүйтіп сипай алмайсыз. Кішкене былай міне басыңқырап, неғыласыз. Балаға неприятный болуы мүмкін, бірақ сіз осылай ішін кәдімгідей ішін жел шығады, достар. Қараңыз, сағат тілімен осылай уқалай берсеңіз, кәдімгідей жел шығады. Көрдіңіз ғой да, ішіне жел шығарудың әдісі. Сосын тағы бір әдісі бар. Ішінен жел шығарудың тағы бір әдісі бар. Кәдімгі осындай простиня бар ғой, осындай кәдімгі простиня. Осындай простиняны үтіктейсіз да, үтіктеп, ішіне жылы қылып орап қоясыз. Сол кезде де ішіне көп колика болмайды. Достар, ішіне көп жел қармаспаудың тағы да бір әдісі бар. Негізі ол полиом, енді айтып отырмыз жаңа қалыпты жағдайда 2 айға дейін жел қарысады деп. Баланы емізгенде де омыраудың ұшын толық алу керек бала. Сол кезде көп ауа кірмейді. Осылай сағат тілімен жақсылап уқалайсыз, достар. Лайк басамыз, видеоға лайк басамыз, каналға тіркелмеген болса тіркеліп кетіңіз. Айтпақшы, осы видеоны WhatsApp чаттарға жіберіңіз, біліп жүрсін. Мынаңыз мен қалай уқалап жатырмын. Көрдіңіз ғой, балаға неприятный болуы мүмкін, достар. Бірақ осы күшті көмектеседі. Достар, жақсылап осылай уқалаймыз, ешқандай қиындығы жоқ. Адамның жасаған адам жасайды. Потом осылай уқалап болғаннан кейін, осылай міне жамбасынан ұрасыз, достар. Ішіне жел шығару бұл колика болған жағдайда. Міне, екі жамбасынан тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук майлап аласыз қолыңызда. Екі жамбасынан тук-тук-тук-тук-тук-тук. Потом міне осылай өстіп жібересіз, сырғытып жібересіз. Сол кезде ішінен жел шығады. Достар, баланың ішіне жел қарысу туралы түсіндіңіз ғой да? Енді іші қатып қалады. Үлкен дәретке дұрыс шыға алмайды. Бұл көбінесе, достар, мысалы, бала еметім болса, анасының жеген тағамдарына да байланысты. Және де берген сместеріне де байланысты. Мысалы, бір смес ішіп жүріп, нестажен ішіп жүріп, мысалы, нанға өтіп кетсе, нан деген нелер орыс бар ғой. Соны берсе, үйдің сүтін берсе, мысалы, біреуде болады, үйдің сүтін береді, содан да іші қатып қалады. Мысалы, су беріп жүреді да, друг ертесіне су бермей қалады. Балаға су береді, кәдімгі қайнатып су береді. Содан да іші қатып, үлкен дәрет қатып қалады. Ондай жағдайда баланың іші қатып қалса, жақсылап ішін уқалайсыз сағатымен тілмен. Тоже жаңа неге коликаға уқаладыңыз ғой, бұда басып тұру уқалайсыз, кішкене қаттырақ басып тұру уқалайсыз. Көрдіңіз ғой, міне, жақсылап. Қатты баспайсыз енді. Нормально кішкене басыңқырап уқалайсыз да. Міне, басыңқырап маймен уқалайсыз. Жақсылап уқалайсыз. Басыңқырап, іші қатып тұрса. Егер мысалы үлкен дәретке шыға алмай тұрса, міне қараңыз, достар, үлкен дәретке дұрыс шыға алмай тұрса, легкий, достар, қатты нагрузка салмайсыз.
легкий. Егер де іші үлкен дәретке дұрыс шыға алмай тұрса, мысалы 2 күнде, 3 күнде, біреулер бір аптада шығуы мүмкін да, біреулерді. Балаға ешқандай мазасыздану, ауырсыну болмаса, ол нормальный, қалыпты жағдай. Балада ешқандай ауырсыну болмаса да, мазасызданбаса. Ал егер мазасызданып, мысалы, неғылып жатса, ондай жағдайда, мысалы, жаңа не бір дәрілер бар, арнайы. Дәрігеріңіз айтады, оны мен айтпай қойын. Немесе кір сабын бар ғой, тек бір-ақ рет. Онда да мазасызданып жатқан жағдайда кір сабын, кішкентай кір сабын неғылып шығаруға да болады. Бір рет. Бірақ оған үйретпеу керек, үйреніп кетеді бала. Тек бір-ақ рет можно. Түсіндіңіз ғой да? Достар, түсінікті болды ма видео? Комменттерге жазып кетіңізші. Түсінбеген жерлеріңіз болса, ішке жел қарсу, жаңа іші қатып қалу, не істеу керек, қалай істеу керек көрдіңіздер ғой да? Видеоға лайк басайық, WhatsApp группаға жіберіңіз видеоны, каналға тіркеліп кетіңіз, тіркелмеген болсаңыз. Хорошо? Все, келесі видеода жолыққанша.